Қазіргі заман қарапайым бір мектеп. Сабақ өтіп жатыр. Мұғалім жаңа тақырыпты түсіндіруде. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Абай Құнанбайұлының өмірі мен шығармашылығы. Абай халқының ар ұжданы, ой еркіндігін биік қойған тұлға. Ол адам болудың өлшемін өлеңімен ғана емес, қара сөздерімен де қалдырды. Сынып іші тыныш. Әркім өз ойымен арпалысып отыр. Бір сәтте бұл тыныштықты бір ой бұзады. Кәдімгі сұрақ емес, күтпеген сұрақ. Сұрақ қойсам бола ма? Егер Абай атамыз біздің дәуірімізде өмір сүрсе, интернеті бар, жасанды интеллекті бар ақпараты тасқын заманда. Ол 46-шы қара сөзінде не айтар еді? Кімді ойландырған болар еді? Қандай ұрпаққа үн қатқан болар еді? Бұл сөзімді жазғаным өзім үшін, оқығаның өзіңе, түсінгенің өзіңе, ақылмен тыңдап, жүрекпен ұқсаң, пайдасы өзіңе тиер. Өз ойы жоқ адам өз жолын таба алмайды. Өз сөзіңе өзім жауап бермесең, ешкім саған адал болуды үйретпейді. Ақпарат көп болсын, бірақ ой азаймасын. Техника дамысын, бірақ ар мен ұят жоғалмасын. Ақылды құралды емес, ақылды адамды тәрбиелеңдер. Білімді болу мақсат, адал болу міндет. Абайдың 46-шы қара сөзі бүгінгі мұғалімге де, бүгінгі оқушыға да арналған аманат. Өз ойы бар, өз сөзі бар, өз ісіне жауап беретін адал азамат тәрбиелеу біздің ортақ міндетіміз.